Су тіршілік көзі. Ғалымдардың айтуынша, адам ағзасы 65% судан тұрады екен. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңестерді жиі естиміз, бірақ оны қалай және не үшін ішу керектігін көбіміз біле бермейміз. Сондықтан бүгінгі видеода сіздермен мұздай және ыстық судың адам ағзасына пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан да жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішу керек. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Тибет ғалымдарының айтуы бойынша, оянғаннан кейін ішілетін жылы су бас сақинасынан, қан қысымының жоғарылауынан және қан аздықтан, семіздік пен буындардың қабынуынан айықтырады. Суық судан ағза тітіркеніп қалады да, суды оптималды температураға дейін, яғни дененің ішкі температурасына дейін жылыту үшін дабыл қағады. Басқа сөзбен айтқанда, ас қорыту мүшелерінде қан тамырлары тарылып, құрсады. Асқазан мен өңеш қабырғаларын қорғау үшін асқазан шырышы көп мөлшерде бөлініп, ас қорыту баяулайды екен. Асқазан мен өт қабы түйіліп, өт жолдары толады. Осылайша адамдар суық су мен мұз қосылған сусындар ішу арқылы ағзаларына орасан зор зиян тигізеді. Аш қарынға ішілген бір кесе ыстық су адамның өмір жасын 10 жылға ұзартады екен. Ыстық су түн үшін жиналған асқазандағы зиянды микробтарды өлтіреді. Ал Қытайда балаларды тамақ алдында жылытылған су ішуге дағдыландырады. Тіпті мейрамханалар мен дәмханаларда тапсырыс әкелместен бұрын мейманға бір кесе ыстық су беріледі. Ертең аш қарында ағзаға ең бірінші жылы су түскенде биохимиялық процестер тез жүреді. Жылы су ішуді әдетке айналдырған адамда асқазан аурулары болмайды. Біртіндеп асқазан мен ішек жұмысы жақсара бастайды. Зерттеу нәтижесі бойынша жылы су ішудің мынадай пайдалы жақтары бар. Жылы су теріні тазалайды, әсіресе аязды күндерде терісі құрғақ адамдар ішкені жақсы. Бұлшықеттерді босаңсытады, әсіресе қыздардың еттекері келгенде мұның пайдасы зор. Таңғы асқа жарты сағат уақыт қалғанда және таңғы тамақтан соң 1 стакан жылы су ішсеңіз, асқазаныңыздың жұмысы жақсарып, жұқпалы ауруларға жол бермейді. Аш кезіңізде ыстық су ішсеңіз, қуық жолдарындағы барлық микробтарды өлтіреді. Ыстық су ішудің тағы да бір пайдасы қанның қоюлығын болдырмай, қан айналымын тездетеді. Сонымен бірге жүйке жүйесінде жиналған қалдықтарды тазартады. Ыстық су ішудің теріге қандай пайдасы бар? Ол ерте қартаюдың алдын алады, серпімді және әжімсіз теріні қамтамасыз етеді және теріні ылғалдандырып, тері аурулары мен безеулерден сақтайды. Судың жүрекке де пайдасы өте үлкен. Өйткені суды біз көп мөлшерде тұтынған сайын қан сұйылып, қан қысымы төмендейді. Жүрек талмасы мен инсульттің алдын алады. Ыстық су ағзадағы қалдықтарды тазартады. Таңертең, ерте және түнде ыстық су ішу ағзадағы қалдықтарды тазартуға көмектеседі. Ағзадан токсиндерді кетіру үшін лимонды ыстық суға сығыңыз, бірнеше тамшы бал қосыңыз. Біздің денеміздегі судың жетіспеушілігі іш қату мәселесіне әкелуі мүмкін. Ол үшін күн сайын таңертең асқазан бос кезде 1 стакан ауыз келмейтін ыстық су ішіп, асқазан ауруларынан біржолата айығуға болады. Көпшілік адамдар таңертең оянғанда ең алдымен ыстық кофе немесе сүт қосылған ыстық шай ішіп жатады. Ал дәрігерлер болса, таңертең аш қарынға ең алдымен су ішкен жөн дейді. Бірақ суық су емес, жылы су ішу керек. Жылы судың температурасы 40-50 градус болғаны жақсы. Және де әр адам өзінің салмағына қарай 2 литрден астам су ішу керек. Қорыта айтқанда, ауыз келмейтін ыстық су ішу, яғни жылы су ішу адамның барлық дерлік ағзасына пайдалы екен. Яғни қаншама аурулардың алдын алып, сонымен қатар деніміздің сау болуына әбден кепіл болады. Бүгінгі бейне жазбам ұнаса, видеоға лайк басып, тіркеліп қолдап қойыңыз.